Тағы да барлығына қайырлы күн. Оқушылар ұбт-ға ұлттық бірыңғай тестілеуге информатика пәні бойынша дайындықты жалғастырамыз. 16-лық санау жүйесі. Осының алдындағы сабақта біз 8-лік санау жүйесіндегі арифметикалық амалдарды қарастырған болатынбыз. Енді 16-лық санау жүйесіндегі арифметикалық амалдар. Сонымен 16-лық санау жүйесі қандай ерекшелігі бар, қандай айырмашылығы бар? Бұл жерде ең қызығы, ең бастысы, бұл бізде цифралардың аяқталғаннан кейін латын әліпбиінің басталуы, яғни цифраларды латын әліпбиімен толықтырамыз. 0-ден F-ке дейінгі символдар 16-лық санау жүйесіне кіреді. Яғни не үшін олай? Себебі 10-лық санау жүйесінде белгілі бізге 9-дан кейін цифраларды пайдаланады, 1 мен 0-дің қайталануынан 1 мен 1-дің деген сияқты, ал енді 16-лық санау жүйесі 10-лыққа ұқсамас үшін латын әліпбиін пайдаланады 16-лық санау жүйесі. Кеттік. Сонымен арифметикалық амал біріншісі 4-ді қосылған 8, 9, 16-лық санау жүйесіндегі 89-ды айта берейік. 16-лық санау жүйесіндегі қосу амалын қарастырайық. Енді бұл жерде қосу амалы кәдімгі 10-лық санау жүйесіндегідей, д-ға 9-ды қосамыз, 8-ге 4-ті қосамыз. Бірақ өзіндік ерекшеліктері бар. Сонымен д қосу 9, д деп отырғанымыз бұл бізде 13-ке тең. 10-лық санау жүйесінде 13-ке тең. Оны білу үшін мына кесте міндетті түрде жаттап алу қажет, немесе жазып, әзірге бастапқы уақытта осы кестеге қарап есеп шығарған дұрыс. Сонымен көріп отырмыз, д деген ол 2-лік санау жүйесінде 1-1-0-1-ге тең болса, 10-лық санау жүйесінде бұл 13-ке тең. 13 қосылған 9 бұл бізде 22-ге тең. 22 деген сан 16-лық санау жүйесіне кірмейді. 16-дан, яғни 16-дан жоғары көп. Сондықтан оны 16-лық санау жүйесіне келтіру керек. Яғни 22-дің ішінде 16 біреу, қалғаны 6. Осылай жазамыз. 16 көбейтілген 1 қосылған 6. Яғни 1 деген ол 22-дің ішінде 16 біреу, қалғаны 6. 6-ны негіз ретінде жазамыз, ал 1-ді ойша. Келесі. Бұл операция аяқталды. Ендігі келесі 4 қосылған 8 және қосылған біздің ойдағы 1. 4 қосылған 8, бұның жауабы 13. 13 деген 16-лық санау жүйесіне кіреді. Ол деген бізде белгілі д. Яғни біздің есептің жауабы д 6, 16. Бұл енді қарапайым болған, күрделірек бір мысал қарастырайық. Біз AF3B 118E 4 16-лық санау жүйесіндегі қосу амалы. Енді бірден операция көшек. B қосылған 4, B де отырғанымыз бізде 11-ге тең, 11 қосылған 4, ол 15. 15 16-лық санау жүйесіне кіреді, ол жақта F деген әріппен белгіленеді. Бірден F-ті төменге жаза кетеміз. Әрмен қарай бізде 3 қосылған E де отырғанымыз бұл 14-ке тең. Бірден оқушылар осы неде, мысалда бірден әріптердің орнына сандарды қолданып кетемін, сондықтан бұл не деп жатпаңдар. Жақсы, әрмен қарай 3 қосу 14 бұл 17-ге тең. 17 деген 16-лық санау жүйесіне кірмейді, яғни 16-да бұның ішінде біреу, қалғаны 1. Міне мынандай мысалмен жазсақ, әзірге бастапқы үйренуге осылай қарастырған жөн. 16 көбейтілген 1 қосылған 1. Әрдайым 16-ға көбейтіп отырамыз, максимум мына санға жақындатамыз 16-ны көбейткен кезде. Енді қазір 17-ге жақыны 1, сондықтан қалады 1, 1-ді жазамын, ал 1-ді ойша F-тің үстіне жазып қоям. Келесі F қосылған 8, ойдағы қосылған 1-ді ұмытпаймыз. F деп отырған бізде 16-лық санау жүйесінде 15-ге тең. Бізде бұл қосындының мәні 24. 24 16-тан көп, 16 ішінде біреу, қалғаны 8. 8-ді негіз ретінде жазамын. Және E-дің үстіне 1-ді, мына 1-ді, артық қой енді, 1-ді жазып қоям. Сонымен келесі бізде мысал бұл қосынды бұл A қосылған 1, қосылған 1. A деп отырғанымыз 10-ға тең, 1-ден алып кетем. Жалпы мәні 12-ге тең. 12 16-лық санау жүйесіне кіреді, сондықтан 1-ден C әріпімен белгілеп жазып кетем. Келесі енді өрнек қосындысы 5 қосылған 6, бұл 6-ға тең, 1-ден жазып кетем. Міне 16-лық санау жүйесінде қосу амалы осылай орындалады. Келесі
азайтынын қарастырып көрейік. Азайтуда 4-дан 3 азайтайық. 16-лық санау жүйесінде d-дан бұл да дәл солай, қарапайым d-дан a-ны 4-тен 3 азайтамыз. d-дан a деп отырғанымыз, d деген бізге мәлім 13-ке тең, a деп отырған 10-ға тең. 13-тен 10 бұл 3-ке тең, 1-ден 3 деп жаза кетеміз, 4-тен 3 1-ге тең. Енді міне 1-ге тең. Жауабы 13. 1-3 16-лық санау жүйесінде. Келесі күрделірек алайық. Бұл жерде f-тан 1-ден операцияларға көшейік. f-тен e-ні азайтамыз. f-тен e-ні азайтқан кезде бізге мәлім 15-тен 14 азайтамыз. Бұл 1-ге тең. 1-ді жазамыз. Ешқандай 1 16-лық санау жүйесіне кіреді, ешқандай ойша да ештеңе жоқ. Әрмен қарай 8-ден 9. Енді осы жерде 8 бен 9 азайтылмайды. Себебі 8 кіші 9-дан. Енді 10-лық санау жүйесінде біз келесі көршілес тұрған разрядтан 10 аламыз, 10-ға 8-ді қосып, содан 9-ды азайтатын едік қой. Енді 16-лық санау жүйесінде 10 емес, 16 аламыз. Яғни d-дан біз қарызға 16-ны аламыз. 16 сан цифраны 16 қосылған 8 азайтылған 9 деп қарастырамыз. 1-ден жаза кетейік, 24 азайтылған 9, яғни 16 қосылған 8 бұл 24. Мәні 15-ке тең. 15 бізде 16-лық санау жүйесінде f-пен белгіленеді, f-ті жазамыз, және d-ның жоғарысына 1 алғанымызды ұмытпай белгілеп кетеміз. Келесі d бізде қысқарды 1-ге, яғни c-ға қысқарды, сондықтан c азайтылған e. Бұл 12 азайтылған 14, дәл жаңағы жоғарыдағыдай операцияны қайталаймыз. 12-ке 16-ны қосамыз, қарызға, яғни b-дан қарызға аламыз, 16, 1-ден жазайық, 28 азайтылған 14. Бұның жауабы 14-ке тең, яғни 14 бізде 16-лық санау жүйесінде e әрпімен белгіленеді. Және b-дің үстіне 1-ді ұмытпай жазып отырамыз. b-іміз енді 1-ге қысқарды, a-ге қысқарды, a азайтылған c. a азайтылған c, яғни 10-нан 12-ні азайтамыз, тағы да дәл солай азайтылмайды, сондықтан 3-ке жүгінеміз, 3 азайды 1-ге, 16 қосамыз, 10-ға 26 азайтылған 12. 26 азайтылған 12 бізде 14-ке тең, бұл да e әрпімен белгіленеді. Келесі бізде енді 2-ден 1-ді азайтамыз, бұл 1-ге тең. Міне осылай азайту амалы орындалады. Енді келесі амал көбейту. Көбейтуде дәл 10-дықтағыдай a-ны d-ға, a-ны 4-ке, 3-ті d-ға, 3-ті 4-ке көбейтіп, 2 шыққан мәнді бір-біріне қосамыз. Сонымен d-ны a-ға көбейтсек, бұл жерде d 13, a 10, мәні 130-ға тең. Енді 130-дың ішінде 16 нешеден келетін, неше 16 бар екен анықтау керек. 1-ден есептей кетейік, 16 оның ішінде 8, 8-ге қосылған 2, яғни 128 қосу 2, 130 болады. 1-ден 2-ні негізге жаза кетеміз, ал 8-ді ойға 4-тің үстіне жазып қоямыз. Әрмен қарай a-ны 4-ке көбейтеміз, яғни 4-ті 10-ға көбейтеміз, қосылған 8. 1-ден жауап 48, 48-дің ішінде 16 бізде 3-тен келеді, дәлме-дәл қалдығы 0. Енді осы 0-ді мына жерге жазамыз, сосын 3-ті ойша жазамыз да, ал бізде келесі сан болмағандықтан әрдайым соңғы осы операцияны, соңғы операцияның мәнін осылай мына екеуін 1-ден 30 деп жаза кеткен жөн. Міне 16-лық санау жүйесінде бірінші операция орындалды. Дәл осы жерде қазір видеоны паузаға қойып, әрмен қарай 3-ті d-ға 4-ті 3-ке көбейткен амалды өздерің жеке қарастырып шығарып кетсеңдер болады. Ал мендегі жауапты тезірек қарастырып өтейік. Так, 3-ді 13 39-ға тең. 39-да 16 екеуден, және қалғаны 7, 7-ні жазам. Келесі 4-тің үстіне мен 2 жазам, себебі 16 2-ден келді. Келесі 4-ті 3-ке көбейтем, 12 қосу 2, 14, 14 бізде e әрпімен белгіленеді. Міне, екінші көбейтіндегі мән e 7 болды. 16-лық санау жүйесінде екенін көрсетемін. Әрмен қарай осы 2 шыққан мәнді бір-біріне қосам. Осы жерде паузаға қойып, қосу амалын еске түсіріп, мәнін бірден жаза салыңдар. Есептің мәні 1, 1, 7, 2, 16-лық санау жүйесінде
тең. Міне осымен 3 амалды қарастырдық. Бөлу амалы бөлек бір видеода қарастыратын боламыз. Жалпы маңызды нәрсе бұл латын әріптерімен белгіленетінін білу және мейлінше жаттап алу, немесе кестеге қарап отырып есеп шығарып дайындалу. Сол кезде ғана нәтиже болады. Сол жақсы, сау, сәлеметті болыңыздар.